Чағланың қасына Бихрамның адамы келіп, құжаттар мен суреттерді алып кетеді. Алайда бір сурет сол жерде қалып қояды. Осы уақытта Доған шабуыл жасағандардың бірін қолға түсіреді. Сол кезде Йылмаз келіп, Чағланың шабуыл кезінде жараланғанын айтады. Мұны естіген Доған бірден оны көлікке отырғызып үйіне апарады. Синан әйеліне қарап, полиция менің саусақ іздерімді тапса, бәрінен айырылып қаламын деп алаңдайды. Бір сәтте ол өзін біреудің бақылап тұрғандай сезінеді. Бірақ алтын оған ешкімнің жоқ екенін айтып, тезірек кетуге көндіреді. Алайда оларды сырттай бақылап тұрған Дидем болатын. Бихрам шабуыл жасаған адамдарын мақтап отырған кезде, адамдардың бірі Доғанға ұсталғанын және Чағланың жараланғанын естиді. Бұған қатты ашуланған ол Чағланы жаралаған адамның қолынан атады. Кейін ол суреттердің түгел емесін байқап, егер сурет Доғанның қолына түссе, бүкіл құпиясы әшкере болатынын айтып ашуланады. Доған жараланған Чағланы үйіне алып келіп, қолындағы оқты алып, жарасын таңады. Алайда Ләмия олардың оңаша қалғанына наразы болып, Доған бір күні осы қызды келін етіп әкелетіндей көрінеді деп күмәнданады. Осы кезде Синан үйге келіп, өзін қамаудан шығарған Чағла екенін айтып қуанады. Бірақ үйдегілер оған Доғанға шабуыл жасаған кезде Чағланың жараланғанын айтады. Бұған ашуланған Синан шабуыл жасағандарды өзі жазалайтынын айтса, Чағла оған бәрін заң аясында шешуге шақырады. Кейін Фикрет шабуыл орнынан сурет тауып алғанын айтады. Доған суреттегі адамдардың Бихрам үшін өте маңызды екенін түсінеді. Суреттің артында ұлымды аманат етемін. Хусейн Джемал деген жазуды көрген соң, ол Йылмазға Хусейн Джемал туралы барлық мәліметті анықтауды тапсырады. Ал Синан мен алтын дәлелдерді жасыруға тырысқанымен Дидем қолындағы суретті пайдаланып, оларды бопсалай бастайды. Бихрам Чағланың аман қалғанын біліп, шабуыл жасаған адамды жазалағанын айтады. Бірақ Чағла оның бір нәрсені жасырып жүргенін сезіп, Ханчжоулу әулетімен қандай байланысы барын сұрайды. Алайда Бихрам нақты жауап бермей, енді Доғанның әр қадамын бақылауды Чағлаға тапсырады. Осы уақытта Доған Хусейн Джемалдың қарттар үйінде екенін біліп, Бихрамның өткеніне қатысты шындықты анықтау үшін сонда аттанады. Чағла да Доғанмен бірге барады. Ал Бихрамның адамы Генджо Мелекке деген сезімін жасыра алмай, адвокат кейпіне еніп, Мелекпен жолығады. Ол одан кешірім сұрап, қажет болса көмектесетінін айтып, жасырын түрде телефон қалдырады. Бірақ Мелек оны қабылдамай, енді өзіне жоламауын талап етеді. Бихрам өткен өмірін жасыру үшін қарттар үйіндегі бұрынғы камераласы Хусейнге келеді. Ол оған Доған келсе өзін Бердан емес, Бихрам деп атауын талап етеді. Осы кезде Чағла жасырын Бихрамға Доғанмен бірге Хусейнге келе жатқанын хабарлайды. Доғанның жақындап қалғанын көрген Бихрам құпиясының ашылып қалатынын ойлап, Хусейнді амалсыздан тұншықтырып өлтіреді. Осылайша Бихрам ізін суытып кетіп қалады. Қарттар үйіне кірген Доған Хусейннің көз жұмғанын көріп, оның өліміне Бихрамның қатысы бар деп күдіктенеді. Сондай-ақ Хусейннің Генджо есімді ұлы бар екенін біледі. Ал Дидем Махинурды көлікте қалдырып, Синанмен жасырын кездеседі. Ол Синаннан $2 миллион талап етіп, көнбесе олардың қылмысқа қатысы барын айтып бопсалайды. Ашуға булыққан Синанды алтын сабырға шақырып, сыртқа шығып келуге көндіреді. Сол сәтте көлікте күтіп отырған Махинур Синанды көріп қалады. Кезінде Синан оған мәңгі бірге болуға уәде бергенін есіне түсіреді. Ол Синанның әкесіне келіп өзінің жүкті екенін айтып, тойды тоқтатуды өтінеді. Алайда Тахирдің кесірінен Махинур сәбиінен айырылғанын еске алады. Ал Синан Махинурға деген сезімі әлі де өшпегенін түсінеді. Әкесінен айырылған Генджо қайғыдан егіліп жылайды. Бихрам оны жұбатып, енді өз қамқорлығына алатынын айтады. Алайда Бихрам жасаған іс үшін іштей қатты қиналады. Осы уақытта Чағла Бихрамға хабарласып Доған Генджомен сөйлеспекші деп ескертеді. Егер Генджо шындықты айтса, сенің құпияң әшкереленуі мүмкін дейді. Тахирдің адамы Ләмияға көршілердің айтуымен Чағланы жақсы адам, бірақ оның үйіне қымбат көлік келіп тұрады деп жеткізеді. Бұған күмәнданған Ләмия Чағла туралы өзі анықтауды шешеді. Түрмеде Мелек бейне қоңырау арқылы отбасымен сөйлеседі. Барлығы оған қолдау білдіріп, жақын арада үйге оралатынына сенім береді. Мелек оларды сағынғанын айтып қоштасады.